Сендерге тест тапсырмасын дайындап келді. Ана қара бидайлықтың табанында жүрген солар шығып, қария сиыр іздеп жүр. Не іздеп жүр қария? Жылқы іздеп жайрам келіп. Дұрыс екен. Келе ғой, кім келген, кім бөліп келе ғой? Енді артып келе жатқан уақыт. Шындай екен. Жеңізді қазақша тәрбиелеген Уақыт шіркін зымырап өтті де шықты. Тәңірінің құдіреті күшті. Кейіпкері кім деп ойлайсыңдар? Ерғабыл Иә, ал енді бір әулеттің адамдарын кім деп ойлайсыз сондайды? Отбасы, иә. Отбасының мүшелерінде осы қонақтар әңгімесінде кім бір әулеттің адамдары? Кім аттары дейді? Біздің сабағымызда тақырыбы. Қазір біз топтық жұмыс орындаймыз. Топтық жұмыс 3 тарау әдіс арқылы шығармадағы оқиғалар үзіндісі бойынша кейіпкерлер бейнесін, заман көрінісін салыстырып баға береміз. әже қандай? ет асады ғой, иә? Баласы оның жылына бірақ демей ма? Жылына баласы бірақ демей. Қуақтар шақырады тағы. Қуақтар шақырады. Мен қонақтар ауыл тіршілігін аламын. Баласы қайсында жатсың? Мен Ерғабыл қарияның балалық шағы 60 жыл бұрынғы өлең жазып жатырмын. Қонақтар әңгімесіндегі әже қандай? Шығармадағы іс-әрекетіне мысал келтір. Адамгершілік құндылық тарын айтыңдар. Ерғабыл қарттың келіні Тома қандай? Шығармадағы іс-әрекетіне мысал келтір. Адамгершілік құндылықтары айт. Қазақтың әйелдерінің іс-әрекетін сипаттаңыз. Қазақтың әйелдері дана, мейірімді әрі сабырлы болып келеді. Сәлем салалады, азанда тұрып шай құяды. Қонақтарды күте алады. Қонақтар әңгімесіндегі әже қандай? Қонақтар әңгімесіндегі әже азанмен тұрып, Ерғабыл қарияға самаурынмен шайын әкеліп құяды. Біз екеуміз қашанға қаламыз? Балалар бір жақта, біз бір жақта. Мына қу моладан сүйегімізді табар күн болар ма? Қара төбектің төбесінде жұмақ тұрғандай. Шамам келмейді. Шай құя алмай отырмын деп қоя береді. Әже өз немересімен баласымен бірге қалаға өмір сүргісі келеді. Қонақтар әңгімесіндегі Тома. Тома бұл үлкендердің көзінше сыпайы ұстай алмайды және шай құя алмайды. Мысалы, әжесі самаурында келе жатқанда әже дайте мне деп алып алады. Бірақ оны Тома құйып атқан кезде әжесі оны жақтырмай, ананы құй, сүтті құй, ақсуды құй, шайды құй деп отырады. Ал баласы Жеңіс келіп, мама, там идет озеро деп айтқан кезде, ты что, сумасшедший деп айтады. Сол кезде ол үлкендер бәрі жалқ етіп қарайды. Сонда ол Тома өзін сыпайы ұстай алмайды. Қонақтар әңгімесіндегі ауылдың тіршілігіне адамдар қандай жұмыс жасайды? Бір-біріне қатынастары қандай? Ерғабыл қарттың жастық шағындағы белсемір әулеті қандай? Ауыл тіршілігін сипаттап жаз. Қазіргі заманмен салыстырмалы сипаттама береді. Әңгімедегі өмірдің ұқсастығын айырмашылығын жаз. Ерғабыл қарияның балалық шағындағы ауыл өмірі. Осыдан 60 жылдай бұрын бір ауылда адамдар үйде тізіліп тұрған еді. Бектеуір әулеті де осы ауылда тұратын болатын. Олар өмір бақи еш жаққа шаршамаған бір ауылда тұратын. Ағайыншыл болған еді. Көктем келген кезінде ұзаққа қарай кетпейді. Өзен жайында кезек тігіп қатар-қатарынан тұрады. Бірақ қазіргі кезде отбасылар, ағайындар әртүрлі қалаларда, ауылдарда бөлек-бөлек шашырап тұрады. Қонақтар әңгімесіндегі ауыл тіршілігі. Ерғабыл қария ерте тұрып, күннен бұрын тұрып, жайылымдағы жылқыларын әкеліп, биесін сауып, оған дейін кемпірі тұрып, далаға самаурынмен шай қойып, баласын күтеді. Қазір үйге қонақ күткісі келмеген кезде арнайы кафелерге барып, сол жерден музыкалар қосып көңіл көтереді. Кезінде бір әулет, бір ауылда барлығы тату-тәтті өмір сүрген. Ал қазір әулетіміз осы Қазақстанның әр қаласында жайылып
күткенбіз. Қонақтар әңгімесіндегі бір әулеттің адамдарына Ерғабыл атасы Сапабек баласы Жеңіс немересінің арақатынасына талдап адамгершілік қасиеттерін жаз. Бізге берілген бірінші сұрақ Ерғабыл қария Сапабек пен Жеңістің арақатынасын салыстыр. Ерғабыл қария бұл салт дәстүрге сенген адам. Ерғабыл қария әлде қайда қайтыс болып кеткен кезінде өзінің шапан киім кешектерін қалдырғысы келеді. Және де өзінің қара шаңырағын бос қалдырмай Жеңіс немересін қалдырып кеткісі келеді. Ерғабыл қарияның баласы Сапабек жайлы айтатын болсақ, ол ата-анасына деген перзенттік борышын атқармай, яғни ауылдағы адамдарға өзінің басқа елге барып келген, яғни Лондонға, Италияға барып келгендегі әңгімелерін айтып отырды. Ол өзінің әке-шешесін ойламай, өзінің қара басын ойлап, өзі қалаға кетіп қалады. Жеңіс ауылға кіре сала ел жұртпен туған туыстармен амандаспай, өзі табалдырығына жайылып тұрған сөреде құртты алып, оны жеп тұрады. Қазақтың салт дәстүріне байланысты табалдырықта тұруға біреудің затын алуға болмайды. Жеңіс атасы Ерғабыл Жеңіспен амандасқысы келіп, оны бетінен сүйіп құшақтағысы келеді. Ал Жеңіс болса өзінің мамасының артына барып тұрып, көрші елдермен амандаспай тұрып қалады. Ал оқушылар, енді келесі тапсырмамызға көшейік. Қазір жұптық жұмыс. Кеткелер ерекшелік әдісін біз білеміз, бұған дейін қолданғанбыз. Шығарма кеткелердің ерекшеліктерімен өмірге көзқарасын талдайсыңдар. Жұптық жұмысқа сендерге 3 минут уақыт беремін. Міне уақыттары кетті. Жұптық жұмыс кезінде бір-бірімізге кері байланыс ретінде бағалап отырайық. Ол үшін егер де сол жұпқа тапсырманы дұрыс орындады деп есептейтін болсаңдар, жасыл шамды басасыңдар. Егер де жоқ, ол толық айтпады, мен қосарым бар дейтін болсаңдар, сары шамды басасыңдар. Егер де оны тапсырманы мүлдем айтпады, дұрыс емес дейтін болсаңдар, қызыл тапсырманың басы жаңағы жұптар бірін-бірі бағалайды. Жақсы, қайғаным айта ғой. Біздің жоқ жас екеуміз сенімізге берген сұрақ қазақ тілінің бойындағы қасиетті тома келінен байқадың ба? Ұсыныс сөз айтар ма едің? Менің ойымша қазақ тілінің бойындағы қасиет томада жоқ. Мысалы, енесі самауырын көтеріп келе жатқанда әже «Ер, дайте мне» деп айтады. Шайды тома құйып отырады. Кемпір онша сеніңкіремей қарсы отырып, қарсыласып, сүт құйып, бұлай деп айтып отырады. Менің оған деген ұсынысым, тома әжемен бірге отырып, келіннің бойына қасиетті үйреніп, өз ана тілінде сөйлесіп, үйрену, сыпайы сөйлесу керек. Қазақ келіндері сияқты орамал тағып, ашық киім кию керек. Сізге берілген Ерғабыл қарттың өмірге деген көзқарасы қандай? Жұбату сөз немесе сөз айтар ма едің? Ерғабыл қарт өзінің қара шаңырағын туып өскен жерін Сапабек баласына қалдырмаса да Жеңіс немересіне мұраға қалдырғысы келетін қарт болатын. Мен өзінің баласының үйіне қыста қалаға тұрып, жазда Жеңіс оға дейін аптасына үйреніп, жазда Жеңісті ауылына алып келіп тұрыңыз деген ұсыныс тастар едім. Bir жағынан баласы сапарда болғандықтан көп үйінде болмайды, яғни тиімділігі осы. Менің жұмым араймыз. Немересі Жеңіс өмірге деген дұрыс қалып жазып жатыр ма? Ұсыныс сөз айтыңыз. Немересі Жеңіс қала сөзімен қалаға үйреніп қалып, ауылға деген көзқарас және ата-әжесіне сыйластық жоқ. Жеңіс ауылға үйренбеген және бірақ амандасудың орнына Ерғабыл қариямен амандасудың орнына рұқсатсыз құрт алып табалдырыққа тұрды. Ал бұған өзін орысша сөйлейді және қазақша дәстүрлерді қазақша сөз білмейді. Бұған баланың кінәсі жоқ, бұған ата-анасының толықтай кінәсі бар, ата-анасы үйрету керек. Менің ұсыныс сөзім, Сапабек Жеңісті ауылға қалдыру керек еді. Қазақтың тәрбиесін көрмеген Сапабек амандасуды үйретіп, ауылда қалдырып, қазақ дәстүр сөзге үйрету керек еді. Балалар екі жұпта сөйлейміз, отырады. Келесі жұп. Сапабек тек өз басын ойлап қалған. Ауылына барған кезде қонақтардың алдында Лондонға, Мароккоға, Италияға барғанын мақтанышпен айтады. Бірақ Сапабектің әйелі мен баласы қазақша білмейтін. Менің Сапабекке айтатын ұсыныс сөзім, өз әйелі мен баласына қазақша үйретіп және ата-анасына көмектесу керек. Жақсы, ата-аналардың қарызы орындау керек. Тамаша, отыра қойыңдар.
Біздің сұрақ, қазақ келінің бойындағы қасиетті тома келінің байқадың ба? Осы сөз айтар ма едің? Мен қазақ елінің бойында қасиетті томадан көрмедім. Арқылы тест тапсырмасын бергенмін, оны WhatsApp арқылы сендерге соткаларына жібердім. Енді сол тест тапсырмасын орындаймыз. Бір оқушы келіп, тақтаға орындауға да болады. Үйдегі қонақтар кімдер? Жаңа көштер, шенішілер, ескі таныс ауыл адамдары. Дұрыс жауабы? Ескі таныс ауыл адамдары. Әңгімеде қандай қазақтардың ырымдары айтылған? Нанды баспау, үйді айнымау, ойыңызды бір ауыз сөзбен түйіндейік. Сол мақсатта қандай қазақи дүние таным, қандай қазақи құндылықтарды сіздер осы шығарманы оқу барысында білдіңдер. Кім қол көтеріп айтайықшы, айтыңыз. ата-ана уәдеге жетіп борышты өтеу керек. Тамаша. Тағы иә? Қанша жүрсең де өз ана тілінде сөйлеу керек. Жақсы, тағы кім айтады? Қазақ дәстүрін білу әр келіндегі парыз. Дұрыс, иә, келінге томаға байланысты айдан. Қазақтардың ана тілін біліп жүру керек. Иә. Сақтау керек. Жақсы, иә, ербалықтар өзінің мүше тарапқысы келді. Тамаша мөлдір. Және біз өзіміздің балаларымызға өзіміз ана тілімізді үйрету керек. Тағы Әр бала өзінің дәстүр мен салт дәстүрлерді, ырымдарды және үлкендерді сыйлауды білуі керек. Табандылықта тұрып, біреудің затын алмау керек. иә, табандылықта мал керек, біреудің затын алмау керек. Тамаша. Енді бүгін сабағымыз өте жақсы өтті, иә. Енді сендерге осы сабаққа кері байланысып берейік. Сендерге сабаққа не қызық өтті, қандай құнды ақпарат алдың, қандай қиын болды, өзіңіз соткаларың арқылы маған кері байланысып берсеңдер болады.